Assalamu alaikum kevli imanға, үйім imanға толған әзиз қалқам. Кім қолын көтермеді, қолтығында проблемасы бар. Молодец. Енді Османда Мұхаммад апам 105 жасасын дегендер бір шапалақ ұрайықшы. Молодец. Ахмет аға 95. 96. 97. 98. 99. Ал сонымен жасап баратыр ма? Орында 100! Бола ма? Болады. Өй, жаным мен, болады дейсің. Бәрі бола береді екен, 90-дан кейін кімнің кім екенін өзім білмей қаласың ғой. Халқымызда бір гәп бар дейді. Әйел адам дейді 20 жастан кейін балаға қарайды. Еркек бейшара далаға қарайды дейді. Әйел адам 40-тан кейін далаға қараса, еркек уже шамаға қарайды дейді. Әйел адам 60-тан кейін шалына қарайды. Шалы қорадағы малына қарайды. Кемпірімен ісі болмайды. Ісі болса да күші болмайды. Теңді сол айтқандай Ахмет аға 60, 70, 80, 90, 100 жасында үйдің басшысы болып жүре беру несіп етсін. Bir ata-ana 10 balaga дейін қарап бағады екен да, бір ата-анамыз. Бірақ 10 бала бір ата-анамызға қаралмайтын кездер болады екен. Жоғып бір ауыз сөз айтады екен. Балам, келдің бе? Қарап, сол бір ауыз сөзін біз еркектерге бір кездер ауыр батып кетеді екен да. Ауа келдім, мама ұйықлай берсең болады ғой. Жас бала емеспін ғой, келемен ғой, таңда болса да деп аналарымызға жекірініп қояды екенбіз. Ей, әзизлер, ертең сол аналарымыз бір өмір ұйқылап қалғаннан кейін Стоп, еркек адамның киімі, үстіне киетін киімі. Ой, рахмет. Киіп аламыз үстімізге. Еркек адамның ремені. Айтыр ба, полный шешіндіре бераз, братцы. Стоп, еркек адамның наспай шақшасы. Отыр. Ана үйде ялғыз деген киноны көрдіңіз ба? Мына екеуі ойнады соны. Ой, молодец. Камера былай қарап жүреміз. Әзір моды көрсетеміз. Еркек адам болып жүресіз. Қалесеңіз пиян болып жүрің, өзіңіз білесіз енді оны. Қалай курдой болып жүресіз ба? Көтер. Балаларымызды, құрметті ата-аналар, туып тастап кете бермей ілтимас. Отырамыз, молодец. Молодец. Мынау қазір базарбай емес. Базарбай бола ғой. Ремен. Тормыз. Жаным, өзің тормыз, яқшы ма? Менің ұрысып тұрсам ба? Кім айтты сол өсекше айтпай отырмыз? Аптешка? Огнушитель. Ой, жаным. О, машина ремонтламаймын ба? Тойлар оң болсын аға, сыр болмаса Құдай берген неше перзент бар. Құдай берген 2 қызым бар, ұлым бар. Шабыла құрайықшы. Мейманлар басқарып тұрған жастамада деп ойламан. Менің осы тұрысында 5 баланың әкесімен шапала құрсаңыз болады. Рахмет, бірақ бір-бірін танымаймын. Ойнап айтамын, пока екеу ғой менде. Осындай ресторанлардың бірі болған ресторанларда 300-400 адамды жидырып, той беретін қалпағым, көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын. Бір Алладан тілерім, Ахмет ағамыздың ұрпағы мәңгі жасасын дегендер бір шапалақ рәқ. Осы тойда басқарып тұрған аспанға ұшқан дегілдіктей, еле кішкентай мынау жегілдіктей. Осы тойыңды басқарып тұрған Айдос Тамада деген мен боламан маған да керек. Қошамет!